Армысыздар, бармысыздар, біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек мереке, береке болсын. Ал ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме 1994 жылы Әмірбеков Бағлан деген жігіт Шымкент қаласындағы әкімшілік, ол уақытта Шымкент қаласының әкімі Амалбек Тышанов болатын. Осы әкімшілікке экономика саласындағы бас маман болып жұмыс істейді. Дәл сол уақытта қайта құру болып, Қазақстанның егеменді елі болып, тәуелсіз ел болып, алғаш қадам жасаған кездері еді. Көп фабрика заводтарды бұзатынын бұздырып, қалғандарын жекешілікке өткізіп жатқан кез болатын. Бағлан пысықтық жасап, ол кезде Беловод деп аталатын, бұл күндер Ақсу деп аталады. Шымкент қаласынан кіреберісте Беловодтың сол жақ қанатында консервный завод болған. Осы заводты Бағлан өзінің туыстарына жаздырып, өзі мемлекеттік қызметкер болғаннан соң, өз атына жазуға болмайды, заводты жұмыс істетеді. Россияменен келісім шартқа отырып, жеміс жидек, помидор, қияр деген сияқты консервілеп, вагондап Россияға жөнелтеді. Бағланның асығы алшысынан түсіп, дәуірі жүріп тұрған кездеді. Ендігі жерде Бағлан консервный заводты сол кезде спиртпен айналысып, әбден байыған Юра Кореец деген кәріске арендаға береді. Не керек? Бағлан үлкен қаражатқа ие болып, Крамсбанк деген банк ашады. Әуелгі кезде банк жақсы жұмыс істеп, не себеп болғаны белгісіз. Соңына банк банкротқа ұшырайды. Бірақ Бағланның Шымкент қаласында жекешеленген сауда орындары, коммерциялық магазиндері түгелдей жұмыс істеп тұрады. Не керек? Крамсбанк тарқаған соң, Бағлан қайтадан Юра Корейцке барып, арендаң бітті, заводты өзіме қайтар дейді. Юра Корейц, біздің договорымыз бойынша әлі 1 жыл менде бұл завод істеуі тиіс деп, екеуінің арасында жанжал болады. Бағлан өз жұмысшыларын әкеліп, Юраның жұмысшыларын қуған кезде, Юра Корейц сотқа шағымданып, Бағланды алаяқтықпен айналысты деп түрмеге қаматып тастайды. Шымкенттің түрмесінде отырған Бағлан ешқандай қиыншылық көрмейді. Себебі ақшасы көп, кез келген уақытта адамдар артынан керегін әкеліп кіргізіп тұрады. 4 айдай түрмеде отырған Бағлан үй қамаққа шығарылады. Күндіз жүріп, кешкі сағат 10-да үйінде болуы тиіс. Бағлан оны да ақшасымен реттеп тастап, кәдімгі түк болмағандай джибына мініп алып, қыдырып жүреді. Дәл сол уақытта Бағланның бір арақ ішіп отырған жерде Юра Корейцке ашуының келгені сонша, бір-екі жігітті жалдап, Юра Корейцті атып тастаңдар деп, $100,000 ақша ұсынады. Әлгі екі жігіт $50,000 алып, тірлік біткеннен соң $50,000 аламыз деп, Юра Корейцті тура офисінің алдында атып тастайды. Милициялар іздеу шарасын бастайды. Сол кезде УВД департаменттің бірінші замы болып Дәрібай Шолаев деген кісі жұмыс істеген. Бұл Бағлан менен семейіне араласатынға ұқсайды. Бағланды үйіне шақырып алып, араққа әбден тойғызып, мас болған кезде, бар шындықты айта бер, мен саған көмектесемін деп, Бағланнан бәр шындықты біліп алады. Ертесіне Бағланды опергруппа келіп, тұтқынға алады. Бағланды түрмеге қамап, жарты жылдан соң адам өліміне қатысты заказчик деп 15 жылға бас бостандығынан айырады. Бағланды Ленгір қаласының жанындағы 108-ші зонаға алып келеді. Бағлан зонада король сияқты өмір сүреді. Ақшасы көп, зонаға күндіз түні ақша, грептер кіріп жатады. Дәл сол уақытта зонада карта ойнайтындар Бағланды әбден арқа тойғызып, үлкен сомада ақшалар көрсетеді. $20,000, $30,000. Бағланның запасы бар, үйіне звондаса, әкеліп расчет жасап тұрады.
Не керек? 15 жылдың 1/3 срогын отырып, сотқа түседі. 2 сот болып, екінші сотта бағланды колонный поселениеге шығарады. Колонный поселение деген әр жұмасына барып, отметка жасап тұратын жер. Отметкаға келіп жүріп, сол жердің қызметкерлеріменен қатты сөзге келіп қалады. Не керек? Отметкаға келіп, отметка жасап, өзінің жібіменен баласы апарып әкеліп жүреді. Бір күні Қаратөбенский шоссе деп аталады. Осы жерде отметка жасайтын жерге келеді. КПП-ның алдына келіп, бұларды кіргізбейді. Воротаның жанына жібін қойып, өзі түсіп, баласына осы жерде күттеп, КПП арқылы кіріп кетеді. Баласы 15 минут күтеді, 20 минут күтеді, жарты сағат күтеді. КПП-да сотовый телефонды алып қояды. Ешқандай хабар жоқ. 40 минуттай уақыт өткенде, 2 милиция қызметкері бағланның баласына жүр, бізбен бірге жүр, әкеңнің аузы мұрнынан қан ағып, қиналып жатыр деп, КПП-дан алып кіреді. Ішке кірсе, әкесі шынында тірі, сөйлеуге шамасы жоқ, қолын ымдап қана баласына бірдеңкені айтқандай болады. Баласы кіргеннен соң, 1-5 минуттан соң, бағлан үзіліп кетеді. Баласы не істерін білмей дал болып, өкіріп жылағаннан басқа қолынан түк те келмейді. Бағланның мәйітін джипке салып, Шымкент қаласындағы Спутник деген бағланның шағын базарчигі болатын сол жерге алып келеді. Бағланның ағалары Сұлтан, Бауыржан жетіп келіп, бағланның мәйітін көріп, бауырмайға басады. Сұлтан өте үлкен қызметте істейтін Кархоздағы таможнийдің басшысының бірінші көмекшісі еді. Дүние деген жетіп артылады. Дереу іс қозғап, экспертиза тағайындап, шу шығарады. Экспертиза уланған, удың өте күшті әсері болған, мидың тамырларын, жүректің тамырларын жарып жіберген. Қанша дауласқанменен ештеңкені бұлар мойындата алмайды. Себебі сол кездегі колонный поселенияның бастықтары өте мықты адамдар болған екен. Бағланды сапасыз арақ ішкен деп, сол арақтың салдарынан көз жұмды деп, жабулы қазан, жабулы күйінде қалады. Соңына бағланның достары бағланның сыртынан мынандай деп әңгіме айтып жүрді. Өз дүниесі бағланның өзін шақты деп. Ал қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жылса көл, тамшыдан теңіз құралады деуші ғой қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып қарсылай берсін. Сіздерменен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.